Мен Қойшиева Лимана Құттыбекқызы, Қазақстан кәсіби психологтар лигасының мүшесімін. Бүгін мен сіздерге буллинг пен, яғни конфликттің айырмашылығы туралы айтатын боламын. Буллинг пенен конфликтті біз ажыратып алуымыз керек. Буллинг ол басқаларға қысым көрсету, кемсіту, намысына тию, яғни оның құқығын таптау. Ал конфликт дегеніміз ол ішкі конфликттен басталады. Ең бірінші орында ұрыс шығару, ол аяқ астынан пайда болуы мүмкін. Біз көріп отырғандағымыздай, мұнда балалардың аяқ астынан конфликтке ұшырады. Бұл жерде балалар өтіп бара жатқан кезде бір-біріне иықпен иық тіресті. Яғни аяқ астынан пайда болған конфликтті біз көріп отырмыз. Бұл жерде біз екі баланың, яғни күш сәйкессіздігін көріп отырмыз. Үлкен бала мен және кіші бала арадағы туындаған конфликт. Бұл жерде баланың жеке былай құқығына қысым көрсетіп отыр. Қолындағы жаңағы несін сумкасын тартып алып, оны лақтырып, былайша айтқанда намысына тиіп жатыр. Бұл буллингтің бір түрі деп қарастыруға болады бұнда. Бұндай жағдайда екінші тарап қандай көңіл күйде болады. Баланың іште эмоция қысып тұр, бірақ қорғана алмай тұр. Бұл жерде оның әлсіздігін көріп тұрмыз. Екінші жағы бойы да ұзын, денесі де үлкен. Ол сол өзінің үлкен жаңа ірі денесімен өзінен кіші балаға қысым көрсетіп тұр. Соны біле тұра жасап тұр. Буллингте мысалға оның екеуінің жас айырмашылығында да ерекшелік болуы мүмкін. Қысым көрсетуге шамасының жетіп тұрған екен арнайы жасауы мүмкін. Ол спортпен айналысуы мүмкін. Ол жақсы, мысалға айтқанда, өзінің ортасында өте өзіне сенімді, беделді болуы мүмкін. Одан кейін оның мысалға қалай айтады, арқасында мүмкін ағалары болуы мүмкін, я болмаса оның достары болуы мүмкін. Яғни ол өзіне сенімді түрде барады буллингте. Ал буллингке ұшыраған бала көпшілігінде қандай балалар ұшырауы мүмкін, яғни құрбан болуға бейім деп айтамыз ғой, өз-өзіне сенім төмен, үнемі жаңағы ата-анасынан да ұрыс естіп жүрген, я болмаса жаңағы бір емес бірнеше рет жаңағы таяқ жеп жүрген бала болуы мүмкін. Өйткені ол назарға, көзге түсіп қалуы мүмкін. Ол өзіне мысалға жүрген жүрісінен де, бет әлпетінен де байқалуы мүмкін. Жүрген кезде мысалға сенімсіз жүруі мүмкін, еңкейіп жүруі мүмкін, жерге қарап жүруі мүмкін. Сосын сенімсіз сөйлеуі мүмкін, дауысы өте төмен болуы мүмкін. Буллинг жасайтын адамның дауысы да жарқын болуы мүмкін. Сондықтан да ол көпшілігінде өзінің жасаған әрекетін ол кез келген уақытта ақтап ала алады. Жоқ, мен емес. Я болмаса өзі маған тиісті, я болмаса жаңа менің затымды ұрлап алды деп айтуы мүмкін. Былайша айтқанда ол өзін ақтап ала алатын сенімді түрде баратығын адам. Екінші айырмашылық буллингтің қасақана жасалуы, ал конфликттің ойда жоқта орын алуы. Біз көріп отырғанымызда мына жерде екі бала конфликтке ұшырады. Бұл жерде қарап отырсақ агрессия, бұл жерде қарап отырсақ эмоция ауқымды болып отыр. Яғни аяқ астынан жанжалға ұласты. Бірақ екі жақта оны тоқтатқысы келеді. Буллинг бұл жерде жоспарланып жасалады. Мысалға, ол жерде қорлау бар, ол жерде намысқа тию бар. Ол жерде былайша айтқанда қасақана әдейі жасалған қысымдар. Сондықтан да ол жалғасып кетуі мүмкін. Мысалға, бір жағы әлсіз, екінші жағы күштірек болғанымен, әлсіз жақта сол қысымды оған жасағысы келеді. Алдағы уақытта оған ойланады, жоспарлайды, қасақана соны қалай мен осыдан өзімнің ішкі ашуымды, ішкі өшімді, яғни намысының тапталғанын қалпына келтірем деген мақсат құру арқылы ол ары қарай жалғасып кетуі мүмкін. Күші басым адам әдейі жаңағы қасақана оның намысына тиюді жалғастыра береді, ары қарай оны былайша айтқанда тоқтатуды мүлдем ойламайды.
Осылай ол айналасындағы мысалға көрермен деп айтуға болады, өзінің қатарластары деп айтуға болады, назарын аударту үшін жасайды. Кейде өзінің ішкі мынау менің самооценкасын қалпына келтіру үшін де жасауы мүмкін. Үшінші айырмашылығына тоқталып өтейін. Конфликтте себеппен болады, ал буллингте себепсіз жағдайда орын алады. Видеоны қарап отырып талдайтын болсақ, бұл жерде мысалға екі жақтан жанжал орын алды. Конфликт туындаған кезде бізде сырттан үшінші адам келіп қосылып отыр, бұл өзінің ұстазы. Яғни бұл жерде байқағанымыз, бойы да үлкен, денесі де үлкен балаға көбірек көңіл бөліп отыр. Өйткені оның даусымен басымдық көрсетіп тұр. Сенімді айтып тұр өзіне. Былайша айтқанда ол тағы да өзін ақтай алды. Ал керісінше құрбан болып тұрған бала бұл жерде де өзін ақтай алмады. Дауысы төмен болуы мүмкін, өйткені іште оның қысымы бар, іште ол әлі де өзінің жаңағы ренішін толық жеткізіп айта алған жоқ. Осы жерде ұстаз оған мән беріп көңіл бөле алмады. Төртінші айырмашылығына тоқталайық. Бұл жерде конфликт аяқ астан орын алуы мүмкін, және қысқа ғана болуы мүмкін, егер уақытына тоқталатын болсақ. Ал буллингте ол ұзақ уақыт алуы мүмкін. Мысалға, 1 ай, 2 ай, тіпті жылға да созылуы мүмкін. Өйткені қасақана жасалған қысым болғандықтан, ол оның артынан ары қарай жалғаса береді. Көріп отырғанымыздай, мына екі бала және бір-бірімен кездесіп қалды тағы да. Яғни екі топ, екі баладан, бұлар бір-бірімен аяқ астан тағы да соқтығысып қалды, яғни бұл қысқа ғана конфликт. Бұл қазір конфликт болды, артынша ол қайта достасып кетуі мүмкін. Осы жерде ұмытылып кетуі де мүмкін. Бір-бірін түсіне алмай қалуы да мүмкін бұл жерде. Одан кейін барып, кішкене шиеленісті түсіндіргеннен кейін бір-біріне ол шешілуі мүмкін артынан. Мына видеодан қарап отырғанымыздай, өзінің жаңағы бұл жерде буллинг, яғни мына бала өзінің танитұғын, ол сыныптасы болуы мүмкін, ол бір ауланың баласы болуы мүмкін, әдейі сол осы балаларды күтіп отырғанын көріп отырмыз. Демек, бұл алдын ала қасақана жоспарланған әрекет болуы мүмкін. Ұзақ уақыттан бері орын алуы мүмкін, ол ай болуы мүмкін, жыл болуы мүмкін. Бірақ үнемі жаңағы бұған әлімжеттік көрсету, үнемі жаңағы балаларға қысым көрсету. Себебі бұл жерде мынандай жағдай орын алуы мүмкін, бірінші орында қаржылайда болуы мүмкін. Оны мысалға ақша жинап отыруы мүмкін, үнемі. Ол ары қарай уже қылмысқа алып келеді. Екінші жағдай, ол өзінің ішкі жаңағы ішкі қысымдарынан арылу үшін де жасайды. Өйткені біздегі ішкі эмоция ол шығу керек, ол шығатын жол іздейді. Қалайда? Бесінші айырмашылығына тоқталайық. Конфликт мысалға тоқтауы мүмкін. Ол жерде ұстаздар араласуы мүмкін, ата-ана араласуы мүмкін. Я болмаса өздері достасуы мүмкін. Я болмаса өздері екі жақтан былай бір мәмілеге келуі мүмкін. Ол тоқтауы мүмкін. Ал буллингте ол жалғасын табады. Буллингте әлдеқайда қиындау. Өйткені ол ай, жыл ары қарай жалғасып кетуі мүмкін. Көп жағдайда айналасындағы бақылап отырғандар, мысалға ұстаз болсын, ата-аналар болсын, кішкене назары тая бастағанда, кішкене ұмытыла бастаған кезде бұл қайтадан орын алуы мүмкін. Жерде конфликт көріп отырмыз. Бұл конфликтте ұстаз келіп араласу арқылы бұл конфликт тоқтады. Біз көріп отырғанымызда конфликт сол уақытта ғана шешуге болады деген сөз. Сабақ оқып отырған қыз баланың артында отырған ер бала шашынан тартып мазақ қылып отыр, қайта-қайта жаңағы ойын айналасындағы балалардың мысалға күлкі мазаққа айналдырып отыр, назарын аудартып отыр өзіне.
Бірақ бұған біз ойын баласы деп қарауымыз мүмкін, біз бұған мән бермеуіміз де мүмкін, иә. Бірақ ол ары қарай жалғасып кетуі мүмкін. Ол ары қарай мысалға бұл қыз осындай бір өзінің зардап шегуші құрбанға айналуы мүмкін. Одан кейін жанындағы балалар да соны жалғастыруы да мүмкін. Өйткені құрбанды көргеннен кейін басқаларға да сол бір ойын ретінде ол сол нақты осы қызға мысалға осындай қысым жаңағыдай әлімжеттік жасауы мүмкін. Өзіне көңіл аударту үшін мысалы басқа балаларда осыны жасауы мүмкін, қайталауы мүмкін, шашынан тартуы мүмкін, аяғынан шалып құлатуы мүмкін, я болмаса затын алып лақтыруы мүмкін бір-біріне. Ондай да нәрселер бар ғой. Бас киімін лақтырып ойнайды, сумкасын лақтырып ойнайды бермей, бірақ бұның арты бір үлкен сондай бір қиын жағдайға алып келуі мүмкін. Баланың өзінің күйзеліске ұшырауы, я болмаса болашақта ол баланың өз-өзіне деген сенімінің жоғалып кетуі деген секілді осындай қиындықтарға алып келуі мүмкін. Біз бұған мән беруіміз керек. Басты назар аудартатын дүние бар. Бұл жерде мысалға конфликт бүгін ғана болды, ертең ол бала ғой, енді мысалға балалар ойнайды, шексет, яғни ертең жарасады деп мән бермей қоямыз. Жоқ, керісінше алдын алу жолы ең бірінші орында баланың ойы тыңдалу керек. Яғни баланың ойы, пікірі тыңдалу керек. Баланың ішкі сезімінің шығуы керек ол. Яғни шыққанда мысалы ренжуі мүмкін, жылауы мүмкін, өкінуі мүмкін, жаңағыдай бір қысым көруі мүмкін. Ол тыңдалу керек. Тыңдалғаннан кейін одан нәтиже шығару керек. Нәтиже қалай шығарылады? Оларды мысалға топпен тренингтер өткізуі мүмкін. Жақсы қарым-қатынас орнату үшін арнайы жаңағыдай жаттығулар жасалуы мүмкін. Я болмаса сыныптарда мынандай не болуы мүмкін, орын алуы мүмкін. Жақсылық жасау, мысалға бір марафонын ұйымдастыру. Я болмаса ешқандай бір себепсіз бір жақсылық жасау, я болмаса бір сыйлық жасау, тосын сый жасау деген секілді. Көпшілігінде бір қуантатұғын ішкі эмоцияның бір жақсы жағына қарай. Эмоцияның шығуын, ол іштегі эмоцияның шығуын мысалға ренішпен шығару емес, керісінше бір жақсылықпен шығарудың жолын қарастыруымыз керек. Ата-аналар осындай жағдайын байқаған кезде оны бала ойын баласы ойнайды бүгін, ертең соны ұмытылып кетеді деп қарастырамыз. Мысалға балалар ұрсып жатса, баланың ісіне есі кеткен араласады деп мысалға оларды көріп жатырмыз, мән бермейміз. Жоқ, ол ертең үлкен өкінішті жағдайға алып келуі мүмкін. Егер сіздің балаңызда жаңағыдай әлімжеттік көрсету, қысым көрсету егер қалыптасатын болса, ол енді біздің баланың психологиясы енді қалыптасып келе жатады ғой. Қай жағынан, мысалға негативті жағынан қалыптасатын болса, ол бала көп қысым көрсететін болса, я болмаса жаңағы балаларды ренжіту арқылы өзінің бір жаңағы ішкі менін қалыптастыратын болса, ол ары қарай ертең үлкен қылмыс қалып келуі мүмкін. Сондықтан ол кішкентай енді басталып келе жатқан кезінен барып нету керек. Оны тоқтату керек. Тоқтатқанда жаңағы дұрыс әңгіме арқылы, дұрыс түсіндіру арқылы. Сол арқылы ол өзіне деген сенімін қалыптастыру керек.